Төртінші сабақта қозғайтын тақырыбымыз азырақ жұмыс істеу арқылы керісінше нәтижені көбірек алу. Көп жағдайда біздің де керісінше кері түсінік қалыптасқан, яғни көбірек нәтижені алу үшін біз көп жұмыс жасауымыз керек. Бірақ қарап отырсаңыздар, мынау кірпіш қалап жол жасап жатқан, яғни күндіз-түні жұмыс істеп, мейлінше уақытын тек қана жұмыспен қамтамасыз етіп, тек қана жұмысқа арнап жатқан адамдар көбірек ақша ала ма? Әлде мынау миымен жұмыс жасап, программалау жасап, мысалы, күніне 1-2 сағат жұмыс істеп, бірақтан сондай көп нәтиже алатын адамдарды сіз мысалы білетін шығарсыз, Сондықтан біз мынау жалған түсініктен мейлінше арылуымыз керек. Яғни сырт жақта, жан жаққа қарасаңыздар да, шынымен де көбінесе уақытын тиімді пайдаланып, керісінше күніне азырақ уақыт жұмыс жасайтын адамдар біздің көп жағдайда көбірек ақша тауып жатады, көбірек қаражат тауып жатады, көбірек жетістікке жетеді. Себебі олар жұмыстан кейін қалған уақытын өзінің дамуына, өзінің белгілі бір жаңа саланы меңгеруіне көбірек уақыт жұмсай алады. Сондықтан сіз де дәл қазір мүмкін сіз жұмыс жасап жатсыз, мүмкін сіз кәсіпкерсіз, мүмкін сіз жаңағы бір өміріңіздегі қарбаластан шыға алмай жатырсыз, немесе үйде бір жақтан бала жылап жатса, бір жақтан жаңа тамақ пісіру керек, үй жинау керек деген секілді заттар өте көп болып жатса, және өзіңіздің дамуына уақыт таба алмай жатсаңыз, бұл курстан аяқталып, сіздің мынау алғашқы 3 сабақтың арқасында белгілі бір техникаларды өміріңізге енгізу арқылы көп бір кішігірім болса да нәтиже көрсетіп жатырсыз деп ойлаймын. Дегенмен бүгінгі сабақта да біз бұл тақырыпты қозғайтын боламыз. Көбінесе жетістікке жетудің кілтінің бірі бұл бізге ұнамайтын заттарды жасау, себебі шабыт келген кезде белгілі бір іспен араласып кетіп, соны аяғына дейін жеткізу, ол онсыз да анық дүние, өйткені сіздің шабытыңыз бар. Дегенмен де бір нәтижеге жету үшін шабыттың өзі ғана жеткіліксіз. Кәдімгі күнделікті мынау рутинный дейді ғой, қайталана беретін тірлікті де жасау керек. Бірақтан өкінішке орай кейбір маңызды болса да, біздің жетістікке қатты әсер ететін зат болса да, біз оған уақыт жоқ, басқа да түрлі сылтауларды табуға дайын тұрамыз. Ондай болса, керек емес бір затты жасау үшін, оны аяғына дейін жеткізу үшін біз кәдімгі өзіміздің физиологиямызға, мидың жұмысына қайтып ораламыз. Біздің миымыз көбінесе белгілі бір істі бастап қойғаннан кейін оны аяқтағысы кеп тұрады, Сізде де сондай болды ма? Мысалы, тізімді жасап келе жатасыз, бір аяғында бір тізім бітпей қалса, соны бітіріп тастасам ғой деп, бүйтіп галочка қойып, осыны жауып тастап құтылғың келеді, Яғни біздің миымыз аяқталған дүниелерді жақсы көреді. Оны мысалы фильм арқылы да айтуға болады, Сіз кейде мына фильмді бастап көріп келе жатасыз да, бір ортасынан үзіліп кетсеңіз, бір аяғын қалай болды екен, немен бітті екен деп, миыңыз тек қана соны ойлаумен болады. Сондықтан маңызды, бірақ жасағыңыз келмейтін істерді де сол эффектіні қолдануға болады. Яғни мысалы, кітап оқу керек болса, басын оқыңыз. Кітаптың басынан оқып бастасаңыз, аяғына дейін жетуді миыңыз өзі қалап отырады. Немесе басқа да бір жаңа саланы меңгеру үшін соны басын бастап қойсаңыз, миыңыздың өзі ол затты аяқтау керек деген секілді сигналдар беріп отырып, сіздің белгілі бір істі аяқтауына қатты көмектесетін болады. Сондықтан осы техниканы қолданғандарыңыз абзал. Сонымен қатар, Мой продуктивный год деп аталатын кітапта, мынау ол кісі де тиімділікті пайдаланудағы көптеген заттарды зерттейді, және оның өмірінде қатты әсер еткен, қалдырған техникалардың бірі бұл Google-дың басшыларының бірі, яғни программистерінің бірінің қолданатын ережесі. Ол үштік ережесі, яғни үштік ережесі деген, сіз мысалы келесі аптаны жоспарлайтын болсаңыз, маңызды 3 тапсырманы ғана орындаңыз. Себебі бізде қайтадан айтам, миымыз істердің аяқталғанын жақсы көреді. Егер сіз бір күнге немесе келесі аптаға 20-30 тізімді қойып, оның бір 2-3 ғана орындасаңыз, қалған 20 тізім орындалмағандықтан ол сіздің арқаңызға жүк сияқты болып жинала береді. Ең соңында сіз қарбаластың ішінен қалай шығатыныңызды білмей отырып қаласыз. Сондықтан келесі айға мысалы 3 маңызды іс, келесі аптаға 3 маңызды іс, немесе бүгін орындауым керек деген 3 маңызды істі сөйтіп жоспарлап қойыңыз. Және де ең басты сіздің мақсатыңыз дәл сол 3 затты бітіру. Егер сізге 3 заттан көбірек заттар болса, яғни маңыздыдан басқа жаңағы күнделікті баланы балабақшадан алып кету, тамақ беру, тамақ жасау, немесе тағы да басқа да істер өте көп болса, онда сіз басқа техниканы қолданып көріңіз. Ол 1-3-5 деп аталады, яғни
бір күнде сіз бір өте маңызды іс қоясыз, яғни мысалы бүгін мен видео түсіру деп қойдым дейік, бұл маңызды істердің бірі. Қалған 3 тапсырма ол маңызды іске қарағанда, енді олар да маңызды, бірақтан біріншідегідей қатты маңызды емес, яғни жаңа кәдімгі күнделікті жұмысым бойынша тірліктерді бітіру, бір отчетты жіберу деген секілді, сондай секілді 3 тапсырманы қоясыз да, кейін рутинный күнделікті қайталанатын, бірақтан міндетті түрде бүгін орындауым керек 5 тапсырманы қоясыз, яғни 1, 3, 5 деп аталатын техниканы қолданыңыз. Яғни бұл техника енді адамның өзіне байланысты, сізге қайсы ұнайды, соны көбірек пайдалансаңыз болады. Тиімділікті арттырудағы тағы да қосымша техникалардың бірі бұл делегирование. Делегировать еткен бұл өзіңіз жасамайтын істі басқа адамға тапсыру. Енді біз көбінесе бұл принцип рычага, яғни Роб Мурдың кітабында өте жақсы айтылған. Бұл кітапты сіздерге оқуға ұсыныс беремін. Ол туралы рецензияда YouTube каналымда бар. Дегенмен ол кісінің ең басты қағидасы әр адам өзінің мықты жағымен, мықты затымен айналысу керек. Мысалы, мен курс жасау барысында, дәл қазір мен видеоны да өзім түсірсем, монтажын да өзім жасасам, рекламасын жасасам, яғни барлығын тек қана өзімнің мойныма алсам, бұл курс енді бір жылдан кейін бірақ шығуы мүмкін, себебі оның барлығының өзінің бір маман атанғанға дейін маған өте көп тәжірибе жасау керек. Дегенмен мен қазір тиімділікті ғана қатты зерттегендіктен мен оны сіздерге дәл осы дәрежеде айтып бере аламын. Бірақ мен көптеген басқа салаларға қатты шашырап кетсем, онда тиімділік бүйтіп қатты артымайды. Сондықтан біз кейде ойлаймыз, бұл менің де ең басты өмірімдегі қателігім болған, яғни менің өмірімдегі басты ұран, если хочешь сделать хорошо, сделай это сам деп айтып, барлық бір кәсіпті ашсам да, бір тірлікті бастасам да, ешкімге оны сеніммен қалдырмай, барлығын өзім жасай беруге тырысатын. Бірақ ол дұрыс емес. Және де ең тиімділікке қарсы жаңдардың бірі. Егер сіз де мен сияқты кезіндегі Назерке сияқты перфекционист болсаңыз, онда сіздің де қазіргі жұмысыңыздың алға басып кетуіне тежеп тұрған нәрсе мүмкін осы шығар. Сондықтан делегирование деген бұл өте маңызды заттардың бірі. Үйде ремонт жасағыңыз келе ме, өзіңіз барып ремонт жасап кетпеңіз. Ремонт жасайтын өзінің бір мамандары болады. Кейде видео түсіріп блог бастағыңыз келе ме, басында әрине мүмкін қаржылай, тағы да басқа себептермен өзіңіз бастап көресіз. Дегенмен де жақсы нәтиже көрсету үшін оның да өз мамандары бар, оны беріңіз. Кәсіп бастап сізге сайт керек па? Әрине сайтты өзіңіз де жасап алуға болады. Дегенмен неге оны мысалы қаншама жылдар бойы зерттеген сайт жасайтын маманға беріп тастамасқа, тапсырмасқа. Яғни әрбір адам өзінің ісінің маманы болып сол істі ғана жасаса, онда оның тиімділігі бірінші есе тез өсіп кетеді. Жалпы 4-ші сабақ осымен болды. Қарап отырсаңыздар, енді бір сабақтан кейін курсымызды аяқтаймыз. Ондай болса, қорытынды 5-ші сабақта көріскенше.